Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз білім беруді жеңіл әрі тиімді етуге көмектесетін ерекше құрал TurboLearn AI туралы айтып береміз. Бұл мұғалімдер мен оқушылар үшін жасалған жасанды интеллект көмекшісі. TurboLearn AI оқу материалдарын өңдеп, оларды бірнеше пайдалы форматқа айналдырып беретін ақылды көмекші. Яғни, ол сіздің аудио дәрістеріңізді, YouTube видеоларыңызды, PDF құжаттарыңызды талдайды және мынадай нәтижелер береді. Толық дайын конспект, аудиокітап нұсқасы, қайталау үшін флеш-карт карточкалары, тесттер мен викториналар. TurboLearn AI мен жұмыс істеуді бастау үшін мына 3 қарапайым қадамды орындаңыз. Бірінші, TurboLearn AI сайтына кіріңіз. Бұл сайтқа бұл сілтеме арқылы кіре аласыз. Электронды поштаңызды қолданып тіркеліңіз. Электрондық поштаңызды растаңыз. Бұны растау үшін өз Google поштаңызға кіріп, бір сілтемені басу керек болады. Қазіргі таңда жүйе орыс тілін қолдайды, яғни материалдарыңызды орысша талдауға болады. Қазақ тілі әзірге жүйеге қосылмаған. Интерфейсті орыс тіліне қалай ауыстырамыз? Бірінші, TurboLearn жүйесіне кіргеннен кейін Settings дегенді басамыз. Сосын Language дегенді басып, орыс тілін таңдаймыз. Бұлай, біз TurboLearn AI-ды орыс тіліндегі конспекттерді түсіндіруге дайындадық. Енді, біз видеоны мәтінге айналдыра аламыз. YouTube-тан пайдалы бейне көрдіңіз бе? Конспектке айналдырып бере алады. Мысалы, мен Қазақстан тарихының 9-шы сынып арналған видеосын таптым. Сосын мен бұл видеоның сілтемесін ашамын. Ашқан соң, сілтемесін TurboLearn AI веб-сайтына жазамын. Кішкене күте тұрғаннан кейін біздің конспекттеріміз дайын болады. Міне, тіпті 1 минутта бұл видеодан алынған ақпарат бойынша конспект жазылды. Ал енді біз бұл конспект туралы және ол бойынша сұрақтар қоя аламыз. Қай жылы бұның бәрі болды? Ол бізге өте жылдам сұраққа жауап берді. Оқу кезінде көзіңіз шаршаса, сіз жолда жүріп оқуыңыз келмесе, онда аудиокітап жасасаңыз болады. TurboLearn конспектіңізді дыбысқа айналдырып таңдауға мүмкіндік береді. Бұл жерде подкаст батырмасын басып, орыс тілін таңдап, қанша адам подкаст жүргізетінін таңдап, подкасттың қанша минут болатынын таңдап, өзіңіз не туралы подкаст болатынын жазсаңыз болады. Сосын TurboLearn AI сізге подкаст жасап береді. Сосын flashcards деген қайталау карточкалары да пайда болады. TurboLearn сізге терминдер мен негізгі түсініктерді флеш-карт карточкаларына айналдырады. Бұл әдіс оқушыларға өте тиімді. Бір жағынан сұрақ немесе термин, ал екінші жағынан түсіндірме болады. Және соңғысы, тесттер мен викториналары жасау. TurboLearn оқыту материалы негізінде бірнеше жауап нұсқасы бар сұрақтар, сәйкестендіру, дұрыс-бұрыс, қысқа жауап сияқты тапсырмалар жасай алады. Бұл оқушының түсіну деңгейін тексеруге көмектеседі. Сонымен, TurboLearn AI мұғалімнің орнын басатын құрал емес.
Бірақ ол сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп, оқушымен жеке байланыс орнатуға көбірек уақыт қалдырады. Бұл заманауи мұғалім үшін таптырмас көмекші. Сіздің назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған междисциплинарлық оқыту тобы. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы поштамға жазыңыз.